Жоғары қан қысымы, гипертония белгілері қандай? Қан қысымының жоғарылауына қандай себептер алып келеді? Және видеоның соңында емін айтатын боламыз. Сондықтан да видеоны соңына дейін қараңыз. Адам қан қысымының көтерілу себептерін анықтап, тиісінше емделмесе, бұл тонометрдің сынап бағанасы бойынша көрсеткен жай цифрлар емес. Алайда сол сәтте кеш болуы мүмкін. Бұл кеселден жүрек, ми, қан тамырлары, бүйрек жұмысы зардап шегіп, оның асқынуынан адам инфаркт, инсульт алып, тамырларын тромбозы, бүйрек қызметінің жеткіліксіздігіне алып келуі мүмкін. Тонометрдің жоғарғы сынап бағанасы систолалық қысым, ал төменгісі диастолық болып бөлінеді. Онда әрбір адамның қан қысымының систоликалық көрсеткіші 130-дан, ал диастоликалық көрсеткіші 80-90-нан жоғары болмау керек. Өкінішке қарай, бұл ауру ұзақ уақыт бойы ешқандай клиникалық көрініс бермейді. Науқастар ауруды асқынғанда ғана біліп, дәрігердің көмегіне жүгінеді. Мұның соңы миокард инфарктісі мен инсультке алып барады. Статистикалық мәліметтер бойынша қазір инфарктпен салыстырғанда инсульттен көз жұмып жатқандары басым екен. Негізгі қауіпті факторлар: темекі шегу, артық салмақ қосу, қандағы қант деңгейінің жоғарылауы, қимыл қозғалыстың аз болуы және жиі стресстік жағдайларға түсу жатады. Қауіп тобына 65-тен асқан ерлер мен менопауза бастаған әйелдер кіреді. Қазіргі кесел жасарып келеді. Қан қысымының көтерілгенін қалай білуге болады? Егер бұл құбылыс бірінші рет болып тұрса, мынадай белгілерге назар аударыңыз. Бас ауруы, бас айналуы, құлақтың шуылдауы, құлақ пен беттің қызаруы, мазасыздану, жүректің жиі қағысы, аяқ пен қолдың ісінуі, жүрек айну. Егер сіздің қан қысымыңыз көтеріп кететін болса, жиі гипертония болса, үнемі қалай құтыларыңыз білмей тек қана дәрі ішіп емделіп жүрсеңіз, онда химиялық дәрі уды іше бермеңіз. Мынадай емдік шөп бар. Бұл емдік шөпті дайындалуы өте оңай. Құрамы: шиповник, пустырник, боярышник, хвощ, полевой, клевера, красный, крапива, калина, кора, облепиха, смородина, лесная, душица, лобазник деген шөптер құрамында бар. Дайындалуы өте оңай. Барлығы анық сыртында жазулы тұр. Очищать сосуды от холестерина, укрепляет стенки сосудов, нормализует состав крови, снижает кровяное давление, нормализует сон дейді. Құрамының барлығы міне таза шөптен тұрады. Таза алтай шөптері. Сыртында барлығы анық жазулы тұр. Қандай шөп бар, қандай ауруға, давлениеңіз көтеріліп кететін болса, емдей алмай жүрсеңіз, осы шөпті ішсеңіз болады. Бұл және иммунитетті көтереді. Бір ауруды емдеймін, басқа ауруларыңызды да емдеп, басқа ауруларға да төтеп беруге болады. Өйткені барлық ағзаның иммунитетін көтеріледі. Иммунитет көтерілгеннен кейін ағза басқа ауруларға төтеп береді. Құрметті достар, каналды қолдау үшін каналыма тіркеліп, лайк басып, және де гипертониямен ауыратын адамдарға осы видеоны таратсаңыздар. Денсаулықтарыңыз мықты болсын, сау болыңыздар.